Canım canım, benim жақын адамым сенсің, жүрек дейсің, біздерге ұзақ ғұмыр берсін. Өкпелеймін кейбір ісім үшін мен өзімде, кешірші сен де мені артық кеткен кезімде. Мұңайта салатында, қуанта алатында, өзіңсің махаббатым. Sen benim canım neme gereksin, şınayı kullanığa sebepsin. Bağırma seni yanım durğanda, yüreğim bütün meni жалғыз емессің. Sen benim canım neme gereksin, şınayı kullanığa sebepsin. Көңілім түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Көңілім түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Әбдіжаппар Әлқожаның Керексің атты әніне гитарада разылық жасайтын боламын. Лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл әннің аккордтарына келетін болсақ, қазір мен сіздерге баремен және барес көрсететін боламын. Енді баремен келетін болсақ, бұл жерде бірінші аккордымыз Са диез М. Бұл жерде бұл төртінші латта, баре дегенге бірінші саусағымыз екінші шекте, екінші саусағымыз төртінші, соңғы саусағымыз үшінші шекте тұрады. Бұл Са диез М. Одан кейін бесінші латта А аккорды. Бұл жерде баре деңгейінгі бірінші саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. F диез М аккорды. Екінші латта баре деңгейінгі бірінші саусағымыз бұл жерде бесінші шекте, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Қайтадан төртінші латқа АБ аккорды. АБ аккорды. Бұл жерде баре деңгейінгі саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Ал енді барес аккордтарына келетін болсақ, бұл жерде бірінші аккордымыз АМ. АМ бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың екінші шегінде, екінші саусағымыз екінші латтың төртінші, соңғы саусағымыз үшінші шекте тұрады. Бұл АМ. Одан кейінгі DM. DM бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың бірінші шегінде, екінші саусағымыз екінші латтың үшінші, соңғы саусағымыз үшінші латтың екінші шегінде тұрады. Одан кейін Е аккорды. Е аккорды бұл жерде бірінші латта бірінші саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз екінші латтың бесінші, соңғы саусағымыз екінші латтың төртінші шегінде тұрады. Одан кейін F аккорды. Бұл жерде F баре деңгейінің саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Бұл F аккорды. Енді қағысына келетін болсақ, бұл жерде қағысы төмен, жоғары, заглушка жоғары, төмен. Енді бұл жерде сегіздік перебормен де алуға болады. Ал енді манағы үйренген аккордтарымызбен осының бір куплетін және қайырмасын айтып көреміз. Енді бұл жерде мен капотастрды бесінші латқа қойдым. Сіздердің дауыстарыңызға қандай лат келеді, ыңғайлы, сол ыңғайлы латқа осы капотастрды қойып айтуға болады. Бұл жерде бізде бірінші куплеті АМмен басталады. Жаным, DM жаным, И аккорды. Менің жақын адамым сенсің, жүрек дейсің, біздерге ұзақ ғұмыр берсін. Өкпелеймін кейбір ісім үшін мен өзімде, кешірші сен де мені артық кеткен кезімде. Одан кейінгі F аккорды. Мұңайта салатында, қуанта алатында, өзіңсің махаббатым. Деп бірінші куплет аяқталады.
Енді бұл жерде бізде осы куплеттің соңғы жағында қағысымыз өзгереді. Бізде басында қағыс, бұл жерде төмен, жоғары, заглушка, жоғары, төмен тон. Бұл жерде өзіңіздің махаббат деген жерде өзіңіздің махаббатым. Бұл жерде төмен, жоғары, заглушка, 3 рет жоғары, заглушка, жоғары, төмен. Қайырмасты дәл осы аямен басталады. Сен менің жаныма керексің, шынайы қолыңа себепсің. Деген F аккорды. Бағана сендей адам болғанда, жүрегімді жалғыз емеспін. Сен менің жаныма керексің, шынайы қолыңа себепсің. Көңілің түсіп тұрса көңілім түсіп тұрса мұңайма, мен барлы жаным жалғыз емеспін. Тура аяқ жағында да жаңағындай заглушка өзгертеміз. Төмен, жоғары, 3 рет, жоғары, заглушка, жоғары, төмен. Бұл жерде екінші куплетті дәл осындай аккордтармен ойнала береді. Ал достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.